Өтер жылдар ауқып тағы алыстап, тағдыр талай тауқыметін табыстар. Өздеріңді жырлап өтер ұрпағың, ауғандағы азап шеккен арыстар. Ерлік пен ездік, адам бойындағы басқа да қасиеттер сынға түсетін сұрапыл соғыста қазақ ұландары ерекше көзге түсті. Осындай қазақ елінің қайсар ұлдарының бірі, бүгінде бір отбасының тірегі алып бәйтерек атанып отырған ауған соғысының ардагері, Қызыл Жұлдыз орденінің иегері Әбішев Сағындық 1968 жылы дүниеге келген. Сағындық 1986 жылы 18 жасында нағыз қан құйлы соғыстың куәсі болды. 18 деген жас, бір қарасаң мектеп қабырғасын енді аяқтап, ата-ананың аялы алақанымен үлкен өмір мектебіне қадам басатын балаң жас. Ал сол 18 жаста Сағындық ағамыз ауған жерінде зұлмат соғыстың қызған ошағына азаматтық борышын өтеді. Осындай жаста үлкен жауапкершілікті мойнына алып, отан алдындағы абыройлы борышын атқаруға, жат жерге еш қаймықпастан аттанып, жерлесіміздің іс-әрекетінің өзі ерлік емес пе? Ауған соғысында айнала тау-тас, бекінген қарулы адамдар қай жерден атып, кім атып жатқанын болжау мүмкін емес. Сондай қарбалас бір уақытта Баграм-Кабул трассасында колоннамен келе жатқан жауынгерлер отырған автокөлікке оқ атыла бастайды. Дәл сол уақытта автобус толы балалардың өміріне де қауіп төнді. Сол уақытта Сағындық Зекенұлы еш ойланбастан колоннаны қатарындағы машинасымен балалар отырған автобусты қалтарысқа алып, балалардың өмірін қорғап қалады. Осылайша шұғыл әрекет етіп, өз өмірін оққа байлаған кейіпкеріміздің ерлігі ескеріліп, 1988 жылы берілген орден әлдебір себептермен қолына тимей қалады. Тек 2012 жылы 7 мамырда салтанатты түрде Қызыл Жұлдыз ордені табыс етілді. Қиян-кескі атыста 1987 жылы Сағындық ағамыз жарақат алып, 3 ай бойы госпитальде жатады. От пен оқтың ортасында жүріп, ажалмен бетпе-бет келген, өмірінің бағасына жете түсінетін кейіпкеріміз 2 жылын құпия соғыстың қаһарманы ретінде ауған жерінде өткізіп, қалшылдаған жігіт жасы 20-да аман есен еліне оралады. Дегенмен сол кездегі жастардың ерте есейіп, бар мен жоқты, өмір мен өлімді, жақсылық пен жамандық, адам бойындағы асыл қасиеттері бағалай білетіндей деңгейге жеткізген. Сол қиын сәт олардың есінде жаралы жылдардың жаңғырығы болып қала беретіні сөзсіз. Ажал сепкен ауған жерінен аман есен келген Сағындық назы мен шаңырақ көтеріп, отау тігеді. Уақыт сағым демекші, асығыс күн артынан күн озып, өткен күн тарихының еншісінде қалған. Бұл күнде Сағындық пен Назым ардақты әке, аяулы ана, қыздары Сардана мен Мейірсана, және ұлы Марлен бар. Тарих қатпарының қыртысында қалған ауған соғысының куәгері Қызыл Жұлдыз орденді Сағындық ағамыздың ерлігі өскелең ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. Алланың әмірімен осындай аласапыраннан аман сау оралған интернационалист жауынгерге денсаулық, отбасына амандық тілейміз.